6-шы бапта мемлекеттік органдарда саяси партия ұйымдарын құруға жол берілмейтіні туралы норманы 1-ші тармақтан дәл сол редакцияда 2-ші тармаққа көшіру ұсынылады. Бұл норма аталған баптың 2-ші тармағының ережелерін қисынды түрде толықтырады деп есептейміз. Аталған тармаққа сәйкес мемлекеттің қоғамдық бірлестік ісіне, ал қоғамдық бірлестіктің мемлекет ісіне заңсыз араласуына және қоғамдық бірлестікке мемлекет орган функцияларын жүктеуге жол берілмейді. Қылмыстық процестік кодекстің 4-ші тарауы қылмыстық процесті жүргізетін органның заңсыз әрекеттерінен келтірілген зиянды өтеу тәртібін реттейді. Оның ережелеріне сәйкес адамға заңсыз ұстап алудың, күзетпен ұстаудың, үй қамақтың, лауазымынан уақытша шеттетудің, арнаулы медициналық ұйымға орналастырудың, соттаудың, медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданудың салдарынан келтірілген зиян, бұл органның кінәсі бар жоқтығына қарамастан толық көлемде республикалық бюджеттен өтеледі.